Ассалаумағалейкум оқырмандарым. Бүгін біз өте оңай дайындалатын пицца жасаймыз. Бізге тек қана шұжық, сыр және дайын ашытылған қаттама қамыр қажет. Қамырымызды алып, аздап ұн сеуіп, жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырымызды пергамент төселген противеньге салып, шанышқымен тесіп шығамыз. Қамырымыздың бетін кетчуп пен майонез араластырған қоспамен жағамыз. Толықтай жағып болғаннан кейін шұжығымызды өзімізге ыңғайлы бөліктермен немесе дөңгелек қалпында салып шығамыз. Енді пиццамызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Дәл осы әдіспен мен екінші пиццаны да жасап дайындап қоямын. Байқағандарыңыздай, маған кішкентай қолдар көмектесуге келді. Алғашқы пиццамыз піскенге дейін сырды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Пиццамыз 20-25 минут піскеннен кейін үстіне сырды сеуіп, тағы да бір 5-10 минутқа сыр ерігенше духовкада ұстаймыз. Осымен біздің еш қиындықсыз өте оңай пісетін жалқау пепперонимыз дайын. Балалардың көңілінен шығады, әрі өте дәмді, жұмсақ болады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін.